Егер осындай жағдай болмағанда, Улан әскери қызметкер болатын еді. Оның 2 баласы, сүйікті жары, үлкен бір отбасылы азамат болатын еді. Балам Мұсаев Улан Жасланұлы. Улан 2 май күні 2003 жылы осы Астана қаласында дүниеге келді. Мам, мен базарға барып келейін. Сосын мен жолдан ана банкке кіріп шығам, ана кредит төлеу керек. Тұңғышым болғаннан кейін қасыма алып ұйықтайтын. Бірінші классқа барғанда мұғалімдердің бәрі жақсы көретін Уланды. Мектепке қалай кіреді, солай тап-таза шығады деп. 5 класста оқып жүрген кезде мен Жасланға түсем деп айтатын. Бүгін нешесі? Бүгін сенің мейрамың ғой, Улан. Бүгін 7 май, отан қорғаушылар күні. Құтты болсын жаным, мейрамымен. Привет. Кәне, привет. Қолын жуамыз. Операцияда жатқанда сол жақтан инсульт алып қалды ғой деймін. Сол жақ қолы, аяғы кішкене әлсіздеу. Дұрыс па бәрі, Улан? Ау. Нормально. Сөйтіп 21 жылы тамыз айының 28 күні мен баламды неге жіберем? Щучинск қаласына Шоқан Уәлиханов атындағы кадет колледжге оқуға түседі. Уже түсті деген қағаз бәрі келді бізге. Звондады. Менде бәрі жақсы. Бәрімен таныстым, мені қабылдады. Қыркүйек айының 15-інде ма несі болды? Ант қабылдау күні. Баламмен бір күн кешке дейін сол жерде болдым. Саптың ортаға адым бас! Әртүрлі положениеде тартамыз. Мына қолын тарттым, енді қолын жібердім. Просыныш. Мен өзім медсестрамын ғой. Қазір сол жұмыссызбын Уланға қарап. Улан, давлениеңді өлшеп тастайын, аха. 110/80 давлениеңіз. Общий положениені бақылайым, денесі түзу болсын деп. Улан? Мен физионормативті сол күйі тапсыра алмадым деді. Мен келіп үлгермей жатырым деді. Оқытушымен сөйлестім. 10.000 теңге салып жүріңдер деп айтты деді. Сосын 10.000 теңге салып жүрсең, зачет қойып береді деп айтты. Жарайды, жақсы, балам, салам, номерін бер деп едім. Каспий номерін берді. Каспийдан перевод жасап атсам, Тарасов О деп шығып тұр. Командир рота, сол жерде майор болып істейді. Неге олар ақша сұрайды деп звондадым. Телефонын алмайды. Формаңды кимей қойдың, е, балам? Почт па? Айтайын ба, новый форма беріңдер Уланға деп. Ескі бірақ ана формаң, е? Келе ғой. Почт па? Ескі кигің демей тұр ма? Өтетін еді.
Кәне, раз, два, три. Давай, давай, давай. Ой, молодец. Молодец, молодец. Бісміллә, отыр. Отыра бер. Ох ты, молодец, бүгін четко тұрдың ғой, Смирно тұрдың ғой, балам. Так. Сол колледждің басшысы Нұржанов деген звондап тұр. Сіздің балаңыз мұнарада тұрған жерінен оқ жарақатын алды. Жағдайы ауыр. 7:40 шамасында мұнарада тұрған жерінен атып жіберді дейді. Қазір реанимацияда жатыр деп сөйледі. Бір Құдайдың қолында, одан балам екінші жаңағы дәрігердің қолында аман қалды. Сәлеметсіз бе? Көп күтіп қалдыңыз ба бізді? Нешеде барасыз оған? 11-де болды. Үлгересіз. Одан кейін мен қазір апарып тұрсам сол жақта. Кете бересіз. Ау, Сәулет әте. Біз жақында қалдық, 10 минутта боламыз. Сол дворец школьниковтың алдынан түсеміз. Жоқ, ондай алыс емес. 15 минут. Оқушылар сарайы. Өзің қайда кеттің? Сізбен біз сияқты көп толық сөйлей алмайды. Өзіне қажет заттарды айтып түсіндіреді балам. Бірінші топ мүгедек. Жатады, тұрмайды, жүрмейді, аяқ қолы қимылдамайды. Осындай жағдайдан кейін мен екінші ұлым бар. 2005 жылғы. Мен ол баламды әскерге жіберуге қорқам. Жібергім де келмейді. Енді осындай жағдайға байланысты оны босатты әскерден. Әлім жеттікті тоқтатса деймін. Бірақ қаншама қиындықтар басымнан өтіп жатыр. Жолдасым қайтыс болды. Мен іздеп жатқан жоқ па? Неге қазір келеді деп айтасам? 10 минутта келем ғой. Ұста. Аламыз. Кәне, 1, 2, 3 көтер. Оппа! Молодец. Ұста. 1, 2, 3 көтереміз. Асықпа, ұста. Мұнда қоямыз. Әкел 5-ті. 5-ті бер. Аш саусақтарыңды. 5-ті береміз. Әкел 5-ті. Аш. Оппа! Молодец. Кәне. Иә, осы. Молодец. Бер енді апайға. Кәні көрейін, қалай ашып жұмып жатсың. Қолыңдағы бер. Бер енді. Олап қалды ма? Сағынып қалдың ба докторды? Аллахым жақсы. Ұлан, менен қашып қысып тұрсың әлде? Не жаңалық бар айтсай? Жоқ, Аллах. Неге жоқ жаңалық? Дем алып келдің ба бізге? Өз балаңнан артық бала бар мана. Мәз боласын жарай қалсам шаруаңа. Теңіздерден кешіп өтпей жетпей ме? Жан ботасын сағынғаннан марылғана.